Сәлем достар, бүгін сіздерге майсана майының пайдалы жақтарымен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Майсана майы бұл арзан және пайдасы өте мол. Алақаныңызға аз мөлшерде май құйып шашыңызға жағыңыз. Аптасына бір рет жасау арқылы нәтижесін көресіз. Бір айдан кейін шашыңыз қалыңдап жылтырайтын болады. Майсана майы салқын әрі желді күндері беттің қабыршақтануына жол бермейді. Бетке массаж жасауға болады. Ол үшін ас қасықты қыздырыңыз. Содан соң майсана майын құйыңыз. Бетке массаж жасаңыз. Майсана майын қолдансаңыз, шашыңыз қалыңдап түсуі азаяды. Майсана майы кірпік пен қас өсіруге көмектеседі. Ол үшін аптасына бірнеше рет кірпіктеріңізге майсана майын жағу керек. Кесеге айран құйыңыз. Ыстық су құйылған ыдысқа кесені қойыңыз. Айран жылғаннан кейін 5 тамшы майсана майын тамызып қоспа дайындаңыз. Дайын қоспаны басыңызға жағып, пакет киіп, оның үстінен сүлгімен ораңыз. 30 минуттан кейін шашты жуу керек. Майсана майынан бетке арнап маска жасауға болады. Ол үшін жұмыртқаның сарыуызы мен 10 тамшы майсана майынан қоспа дайындаңыз. Бетке жұқалау етіп жағып, 25 минуттан кейін жуып тастаңыз. Содан соң көк шаймен бетті шаюға болады. Сонда бетіңіз құрғақтанып кетуінің алдын аласыз. Назарларыңызға рахмет, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.